Сәләфизм мен уахабизм бұл егіз ұғым, атаулары әртүрлі болғанмен екеуі егіз ұғым. Көбінесе мынау сәләфиттер немесе уахабиттерді біз сипат жағынан, әхіл бұғаға жатқызамыз да. Бізде фикх кітаптарында әхіл бұға деп келеді, яғни ақиқат бізде дейді. Ақиқат бізде, хақ бізде ғана, біздің айтқанымыз дұрыс. Сәйкесінше қарсы тарап ол ақиқат жолында емес деп байқанда өздерінің сенімдерін алға тартатын топтарды әхіл бұға деп айтады. Сәләфиттердің негізгі бір сипаттарының бірі осыларға сәйкес келеді. Енді сәләфиттерді дәстүрлі ханафи мәзһабын ұстанатын жамағаттан қалай айырамыз дейтін болса, жалпы бізде мынандай мәселеде сәләфиттердің сақалына қарап, балағына қарап, біз оларды сәләфит деп осы кезге дейін айтып келдік. Негізі бұл сақал, балақ деген нәрсе олардың деструктивті ағымда екендігін анық айқын көрсете алмайды, көрсеткіш бола алмайды. Олардың ең үлкен көрсеткіші бұл сенім мәселесінде. Яғни сәләфиттер және уахабиттер бізбен сәйкес келмейтін тұстардың ең үлкені ол сенім мәселесі. Яғни бұларды айыру үшін міндетті түрде адамда ақидалық базалық білім болу керек. Егер де Алланың аспанда десе, яки болмаса Алланың өзіне сай қолы бар, біз оны білмейміз десе, осындай сөздерді егерде жамағаттың арасында айтып жүрген болатын болса, немесе жамағатты мешіттен, имамнан тосатын болатын болса, біз бұндай адамдардың бойында сәләфиттік сипат бар деп айта аламыз.